Біз қазір нарықтық қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Ал нарықтық қоғамда әр адам өзінің жеке қаражатын басқарады. Сол жеке қаражатын басқара білгендігінің арқасында ақшаны тауарға немесе қызметке айырбастау мүмкіндігіне ие болады. Ал сол мүмкіндікке ие болғаннан кейін барлығымыз жеке уақытымызды ақшаға айырбастаймыз. Ақшаға айырбастағанымыз ол өз ақшамызға айналып кетті. Қарап отырсақ, бір шыр көбелек айналған дүние болып шығады. Осы шыр көбелек айналған шеңберден құтылу үшін, өзің жеке қаражатыңа өзің ие болу үшін адамға бірінші кезекте қаржылық сауаттылық қажет. Ал осы қаржылық сауаттылық не үшін керек десек, біз әр адам ретінде өзіміздің қазіргі күндегі мына интернет әлемімен тығыз қабысқан әлемде бізге интернет те қажет. Сонымен қоса мына қаржылық сауаттылығымыз да қажет. Өз ақшамызды өзіміз қалай дұрыс ұстай білеміз. Осы екі қажеттіліктер, бұнсыз екі қажеттіліксіз біз қазіргі күнде өмір сүре алмаймыз. Ал осы екі қажеттіліктерді дұрыс басқару, олардың дұрыс жақтарын пайдалана білу адамды жақсылыққа, игілікке алып келеді. Енді мән беретін болсақ, бүгінгі бізбен сіздің сөйлесетін тақырыбымыз қауіпсіз интернет пен ақшаны дұрыс басқару, оқушыларға арналған заманауи кеңестер. Яғни мен сіздерге, құрметті оқырмандар, сіздерге бүгін бірнеше өздеріңіз де былай білетін шығарсыздар, дегенмен де қарапайым біраз кеңестер беретін боламын. Сол кеңестерді өмірде ұстансаңыздар, сіздер өкінбейтін боласыздар. Сонымен бастайық. Ең бірінші, біз былай алсақ, шығын қашан, не үшін, қанша, яғни біздің қалтамыздағы қаражатты біз қандай шығындарға жібереміз, қашан жібереміз, не үшін жібереміз, қанша жібереміз. Біз табыс пен шығындарымызды неғұрлым мұқият бақылайтын болсақ, соғұрлым өз қаражатымызды ақылмен пайдалана бастаймыз. Бұл дегеніміз не? Бұл өте қарапайым. Әр адамның өзінің басының ішінде не болады? Өзіне өзі есеп беру болады. Күнделікті кешкілік уақытта мен күні бойы не істедім, қаншалықты қаражатымды ұстадым, оны қайда жұмсадым, ол тиімділігі қанша екендігін әр адам өзіне өзі күнделікті есеп беріп отырса, сонда ақшаның ұсталуы бейберекет кетіп қалмайтын болады. Сонда сіздің қалтаңыздағы қаражат өзіңізде қалатын болады. Келесі ақыл кеңескен, келесі кезек берсек, керексіз ойламай жасалатын сатып алулардан аулақ болу керек. Ол үшін дүкенге бармас бұрын алдын ала сатып алу тізімін жаса. Одан кейін барып сатып алуды эмоцияға емес, ақылға сүйеніп жасап жатқанын тексер. Яғни әрқайсына жеке-жеке тоқталар болсақ, бірінші кезекте біз қазір жарнамалар әлемінде өмір сүреміз. Қалтамызда жүрген ұялы телефонымызды қосып қалсақ, кез келген сәтте, кез келген жерден жарнама атып шығады. Көшеде кетіп бара жатсақ, жарнамалық билбордтарды кездестіреміз. Қандай да бір іс-шараға баратын болсақ, осындай компанияның қолдауының арқасында өтіп жатыр деген тағы да жарнамаға кездесеміз. Яғни біздің өміріміз толып тұрған жарнама. Осы жарнамаға, әртүрлі қызығушылықтарға ойлана қарап, ойлы көзбен қарау қажет. Сол үшін бірінші кезегіміз дүкенге бармас бұрын не қажет екендігі тізім жасап, сол тізім жасап алған, сол тізім арқылы ғана сауда жасап алып шығатын болсаңыз, сіз ақшаңызды дұрыс қолдана білдіңіз деген сөз. Ал көп жағдайда қалай болады? Біз дүкенге немесе базарға барған кезде тізіміміз бір бөлек қалады, одан кейін өзіміз қосымша тағы да бір нәрсені көріп, қызығып кетіп, тағы бір қосымша бір затты үстіне қосып алып кететін кездеріміз көп болады. Міне осыны тоқтатуымыз қажет. Одан кейін тағы да бір қарапайым ғана ақыл кеңес, мына адамның қарны қатты ашып тұрған кезде дүкенге барып тамақ сатып алмау керек. Өйткені дүкенге барып тамақ сатып алған жағдайда бір тоңбасқышта тұрып, мұзылып кететін міндетті түрде сондай бір тамақты артық алып қояды екенбіз. Міне осындай қарапайым ережелер бар. Сондықтан да дүкенге барар кезде не алатындығында ойланар болсақ, біз бірінші кезекте осындай өзімізді дүкендегі сатып алуларымызға өте қатты мұқияттылыққа, жауаптылық қажет екен. Содан кейін сатып алуды эмоцияға емес, ақылға сүйеніп жасап жатқанымызды тексеріп, яғни бірінші кезекте біз эмоцияға қызығып кетушіліктен сақ болуымыз қажет. Қарапайым ғана бір мысалы, әсіресе
кішкентай балалардың басында болатын оқиғалар, жарнаманың мықтылығының арқасында қазір байқап отырсақ, әрбір үйде лабубу деп аталатын қуыршақтар бар. Ал сол лабубу ойыншықтарын сол сатып алған балалар қазіргі күнде қолданыста алып ойнап жүр ме? Жоқ, бұл тек жарнаманың әсерінің арқасында алынған нәрселер. Қазір әрбір үйде бар. Сонда сол жаңағы эмоцияға беріліп, осы жарнамаға сенуге бастады. Сондықтан да балалар осы сәттен бастап өздеріңізді бірінші кезекте жарнамаға емес, өзіңіздің ақылыңызға сеніп үйренгендеріңіз дұрыс болады. Ары қарай кететін болсақ, енді сол өз-өзіңе есеп беру дейтін болсақ, ол бюджет. Яғни отбасылық бюджет болады. Мысалы, еліміздің бюджеті деп айтып жатамыз. Сол сияқты әр адамның өзінің қалтасындағы бюджеті болады. Өзіңнің қалтаңдағы ақшаңды белгілі бір мерзімге бөліп ұстай білу үйрену. Мысалы, ата-аналарыңның сіздерге беретін қалта ақшасын қаншалықты кезеңге, мысалы, бір айға бере ма, немесе бір аптаға бере ма, сол кезеңге сіз қалай жеткізе аласыз. Соны есептеп үйрену қажет. Аптасына немесе айына бір рет берілетін ақшаны бірінші кезекте 3 бөлікке бөлу. Қажеттілігі 3 бөлікке бөліп, мысалы, біріншісі тамақ, мектеп заттары, жолақ. Бұлар ең бірінші кезекте тұрады. Күнделікті сабаққа келу үшін автобусқа отырамыз. Сабақ арасында үзіліс кезінде жаңағы асханаға барып пирожки тағы басқа сатып аламыз. Одан кейін арасында мектепте аяқ астынан мынандай дәптер немесе тағы да бір нәрсе керек болып жатады. Осындай заттар керек. Одан кейін екінші бөлік бұл адамның өзінің көңіл күйінің қалауына кететін нәрселер, көңіл көтеру, ойынға, шағын, бірімізге жасайтын шағын сыйлықтарға байланысты. Бұл да қажеттілік, өйткені адам қоғамда өмір сүргеннен кейін бір адам екінші адамға қандай да бір жақсы көңіл күй сыйлау үшін шағын болсын, кішкентай сыйлықтар жасаймыз. Бұл да соның ішінде кіретіндігін ескеру керекпіз. Содан кейін үшіншісі бөлік жинақ, яғни кейін болашақта мен осындай сатып аламын деп адамның өзінде ұзақ мерзімді, орта мерзімді, қысқа мерзімді жинақ ақшалары болу керек. Осы жинақ ақшаларын жинауының арқасында, мысалы мен ұзақ мерзімге осындай, мысалы 14 жастағы бала болатын болсам, өзіме қажетті электромопед сатып аламын десем, мен оны 1 жыл көлемінде немесе 1,5 жыл көлемінде алдына мақсат қоямын да, соған жаңағы берілген ақшаларды жинақтау. Сол жинақтау арқылы мен соған қол жеткізуіме болады. Енді осыдан келіп шығатын ары қарай ақшаны дұрыс жұмыс үйренудің қарапайым 4 кеңесі бар. Бұл біріншіден ақшаны санап үйрену, әр тиынның мәнін түсіну. Ақша оңай келмейді, сондықтан оны бағалау керек. Бұл жерде сіздерге ата-аналарыңыздың ақшасы бірінші кезекте. Сіздер көп жағдайда, енді кейбіреулеріңіз кейбір сәттерде шағын қызметтер жасау арқылы бір азын-аулақ ақша табатын шығарсыздар. Бірақ дегенмен әлі күнге сіздер бірінші кезекте сіздер ата-ананың ақшасымен өмір сүріп жатсыздар. Ата-аналарыңыз ол ақша табу үшін аз тер төкпейтіндігін түсіну қажетпіз. Содан кейін екіншісі, тілектер мен қажеттіліктерді ажырату қажет. Яғни тілек пенен қажеттілік. Мен мынаны қалаймын, немесе мынау маған қажет нақты. Сонда қажетті нәрселерден ақша жұмсауға тырысу керек. Ал енді артық заттар болса, оны кейінге қалдыруға тырысу керек. Кейін аламын деп. Содан кейін ақшаны жинап үйрену, бұл жаңағыны тағы айтып өттік. Түскен ақшаның бір бөлігін үнемдеп отыру керек. Көп жағдайда әрбір, мысалы, үлкен адамдарға айтылатын ақыл кеңес бар. Әрбір жалақыдан кемінде 10 немесе 20% келесі жалаққа үшін жету керек, үнемдеп сақталу керек. Ол біздің ата-аналарымыз, сіздердің ата-аналарыңыз оны қалай жүзеге асыратындығын білмейміз, бірақ сіздер соны жасап үйрену керексіздер. Мысалы, сіздерге аптасына беретін ақшама, сол аптасына беретін ақшаның 10%, немесе құрып кеткенде 5% сізде келесі ақшаға шейін қалу керек. Сонда сіз жинақ жасап үйренгендігіңізді түсінесіз. Ал енді қазіргі күндегі осы ақшаны ұстау мәселесіне келген кезде үлкен қауіп бұл интернет әлемінде болып тұр. Қазіргі күнде біз интернеттің көптеген мүмкіндіктерін пайдаланып отырмыз. Ол интернет мүмкіндіктерін пайдаланбау мүмкін емес қазіргі заманда. Соның жақсы жағын пайдалана білу керек. Бірақ та осы интернет әлемі бізге тағы да бір үлкен проблемалар әкеліп тұр. Бұл
алаяқтық қазіргі интернет алаяқтық қазір әртүрлі мысалы Каспий тағы басқа төлем жасау тәсілдері көп. Осының негіздерінде қазір әрбір баланың өзінде электронды счетында ақша, қағаз ақша қалпында емес, ақша балалардың қалталарында жүр, телефондарында жүр. Сол ақшаны алудың әртүрлі амалдары бар. Енді қарап отырсақ, интернет алаяқтарының негізгі тәсілдеріне келетін болсақ, оны барлығымыз білеміз де. Жалған сыйлықтар мен ойындар, сен миллион теңге ұттың, бонусты алу үшін сілтемеге өт деген хабарламалар. Олардың барлығы алдау екендігін түсінеміз. Одан кейін жалған аккаунттар, кейбір адамдар өзін басқа адам ретінде таныстырып, достыққа қосылып, кейін ақша немесе оның жеке суретін сұрайды. Кей жағдайда әртүрлі жеке мәліметтерін ала бастайды. Осындай сенің туған күнің қашан еді, сенің иінің қандай номерден басталады, немесе алғашқы номерларың осылай ары қарай жалғап әкет деген ойындар сияқты сенің жеке мәліметтерің, жеке базаңа қол жеткізетін болады. Одан кейін фишинг сайттар, банктың немесе танымал дүкеннің парақшасына ұқсас сайтқа кіріп, логин мен пароліңізді сұрайды. Сол арқылы адамды алдап өтуге болады. Мысалы, көп жағдайда біз Каспий дүкенінен, Каспий магазиннен бір нәрсе алатын болсақ, Каспий магазинге ұқсас дүкен жасап қоюға болып, сол ұқсас сайт жасап, соған енгізу арқылы да адамды алдап ақша алуға болады. Әртүрлі, оның түрлері өте көп. Енді арға кететін болсақ, онлайн ойындар мен донаттар, яғни донат не екендігін барлықтарымыз білеміз. Яғни осы сілтемемен кірсең тегін іскен аласың деген көбіне алаяқтар болады. Одан кейін донат етші, маған көмектес, мына осындай мені қолдап өтуіңізді сұраймыз деген сияқты қолдаулар арқылы адамның счетына, жеке счетына жол ашып алады. Сол бір рет жол ашылғаннан кейін ары қарай сіздің счетыңызда барлық қаражатты алып шығуға болады. Енді айта берсек көп, тек қана ендігі бір сәтте мен сіздерге тағы бір қысқа видеоны көруді ұсынамын. Сол арқылы алаяқтықтың көп жағдайда қарапайым түрде тәсілде болатындығына көздеріңіз жеткізетін боласыздар. Қарашы, мен еркінге 15 мың теңге жіберіп қойдым, анасы ауырып жатыр екен. Шын ба? Неге сразу звондамадың? Бәлкім өтірік шығар. Мүмкін өтірік емес сияқты. Қазір хабарласып көрейінші. Номері доступен деді. Тіркелмеген сияқты. Алаяқтар. Өздеріңіз жаңа ғана көріп өткендегідей, алаяқтықтың түрлері бір алып кетіп жатқан ештеңкесі жоқ. Қарапайым ғана өмірде, өзіміздің қасымызда күнделікті өмірде болып жатады. Сондықтан да алаяқтықтан сақ болыңыздар. Бірінші кезекте алаяқтықтан сақ болу үшін адамға сауаттылық қажет. Ол қаржылық сауаттылық қажет. Қаржылық сауаттылықтың өзі адамның қарапайым өмірдегі білімі сауаттылығынан шығады. Яғни сіз мектепте қарапайым берілген сабақтар дұрыс оқып, ойды дұрыс істей алатын болсаңыздар, логикалық ойлау жүйелеріңіз дұрыс қалыптасса, сіз ешқашан адаса қоймайсыз. Сондықтан да бірінші кезекте білімді болуға тырысыңыздар. Содан кейін өз қаражаттарыңызды дұрыс басқарып үйреніңіздер. Жаңағы менің айтып жатқан ақыл кеңестерім сіздердің қандай да болсын кәделеріңізге жарап жатса, мен аса қуанышты боламын. Назарларыңызға рахмет.